Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Зіремірге Азамат. Біз дәл қазір Моңғолия елінің астанасы Улан-Батор қаласындамыз. Осы жерде World Boxingтің алғашқы ересектер арасындағы Азия чемпионаты өткізіп жатыр. Әуесқой бокстан және дәл қазір Қазақстан құрамасы осы жерде алғашқы дегенде айтсам да бола ма, мықты жұлдызды құрамдардың бірімен өнер көрсетіп келеді және осы жерде біраз қызық жекпе-жектер орын алып жатыр. Біреуінде жігіттер таза атылса, кейбіреулерінде тіпті жекпе-жектер ұрланып жатқан сәттерде орын алды. Сондықтан бүгінгі видеомызда осы тақырыптан әңгіме айтатын боламыз. Жалпы жекпе-жектер қалай болып жатыр, не қызық болып жатыр, бәлкім болашақта осы Моңғолияда қайтадан турнир жасаған дұрыс па деген өз ойыммен де бөлісіп кетемін. Сондықтан сіздерден тек қана сұрайтыным, міндетті түрде арнамызға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де сіздердің ойыңызша Қазақстан құрамасы осы Азия чемпионатында қанша алтын жүлде алады? Именно алтын жүлденің қаншауын біздің қазақ жігіттері жеңіп ала алады? Өз ойларыңызға комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Біздің арнамыздағы шығып жатқан барлық видеоларының көмектесіп жатқан біздің Теннис Egz букмекерлік кеңсесіндегі достарымыз. Сондықтан төмендегі сілтеме арқылы өтіп, олар жайлы толығырақ білсеңіздер болады. Ал біз бастаймыз. Кеттік. 6 сәуір күні Азия чемпионатының жартылай финалдық жекпе-жектері басталып, сол жерге Қазақстанның 13 спортшысы өнер көрсеткен еді және әрқайсысын жеке-жеке айтып кетсек, бұл 55 келі салмақтағы Махмуд Сабырхан, 60 келі салмақтағы Оразбек Асылқұлов, 65 келі салмақтағы Ертуған Зейнуллинов, 70 келі салмақтағы Төрехан Сабырхан бар, 75 келі салмақтағы Сабыржан Аққалықов, 80 келі салмақта өкінішке орай Ерасыл Жақбеков 1-4, яғни 4-1 ширек финалда өзбекстандық боксшы Фазлиддин Еркінбоевқа есе жіберген еді және сол жекпе-жекке мен жалпы келіспеймін, сол туралы кейінірек айтып кетеміз. 85 келі салмақтағы Нұрбек Оралбай жеребе тартудың арқасында бірден жартылай финалға өткен еді. Одан бөлек 85 келі салмақтағы осы Нұрбектен бөлек 90 келі салмақтағы Сағындық Тоғанбай және де 90 плюс келі салмақтағы құраманың капитаны Айбек Оралбай. Дәл осы жігіттер Қазақстан құрамасының атынан өнер көрсетіп жартылай финалға шыққан болатын. Және әрқайсысына жеке-жеке айтып кетсек, жалпы осы жартылай финалдық жекпе-жектерге жетпес бұрын Санжар Ташкенбай бұған дейін индустық жекпеге қарсы шықты да жеңіліп қалған болатын. Тіпті бір кезде нокдаунға түсті және ол нокдаунмен келісесіздер ме, келіспейсіздер ме, өздеріңіз қарайсыздар. Бірақ бұл жерде басқа зат бар да. Санжар Ташкенбай 25 жылғы Ливерпульге дейін дамып келе жатты боксшы ретінде, ал ары қарай дамымай қалғандай сәттер орын алып қалды. Бәлкім регресс болды ма, немесе де екі дүркін әлем чемпионы деген атақ оған қандай да бір қысым беріп жатыр ма түсініксіз, бірақ дегенімен осындай болып шықты. Үнді жігітіне жеңіліп қалған еді және де ары қарай менің ойымша Санжар Ташкенбайға өзін жаңадан жинайтын сәттер келіп тұр. Себебі оның жеке бапкері қазір құраманың бас бапкері болғасын, оған қазіргі кездегі қысым және ответственность екі есе көтеріліп жатыр. Сондықтан не болатыны қызық болып тұр. Ерлер құрамасынан ең бірінші болып осы Махмуд Сабырхан 6 сәуір күні өзінің жартылай финалдық жекпе-жегін өткізіп, жергілікті моңғол боксшысына қарсы шықты және де бірінші раундтан бастап Махмуд өзіне ұқсас стильде бокс жасап жүрді, бірақ әрдайым моңғол боксшы да оған жауап беріп, бір соққы үш соққы тастап әр кезде разменге кіріп жүрді және де жеке менің өзіме көзге түскен сәттердің бірі ол айқастың кезінде Махмуд солақай болып бокстасқанда қарсыласы оңақай және әрдайым алдыңғы аяғы Махмудтың алдыңғы аяғын сыртынан жауап жүрді да және соның арқасында қандай да бір бұрыштар келіп қалған кезде немесе де соққы тастаған кезде қарымта шабуылда соққы тастап сол қапталға оң қапталға қашып кеткен сәттері біраз рет болды және де дәл осындай ключевой моменттер менің ойымша ол жекпе-жекте орын алды. Одан бөлек Махмуд жергілікті боксшыға қарсы шыққасын, жергілікті жанкүйерлердің барлығы оған көмектесіп қолдау көрсетіп отыр. Тіпті екінші раундта қателеспесем Махмуд 3 соққы тастағанда сәл реакция бар да, ал қарсыласы 1 соққы тастаған кезде ол тіпті блокқа тиісін тимесін жанындағы жанкүйерлердің барлығы айқайлап шыңғырып, соның арқасында менің ойымша төрешілер бүйтіп бұрмалап отқандай сәт болды. Одан бөлек мынандай статистиканың қызық сәті бар. Моңғолдық жігіттердің тек екеуі ғана қалған және де соның біреуінің болса, хотя бы біреуінде финалға шығарайық деген әңгіме болып, менің ойымша төрешілер былай тартып жіберген секілді. Жалпы менің ойымша Махмуд осы Азия чемпионатын жақсы өткізіп жатты. Алғашқы жекпе-жегі қателеспесем өзбекстандық боксшыға қарсы Шахзод Мұзафаровпен өте керемет болып шықты. Толығырақ біздің Инстаграм мен Телеграм арнамызда қарасаңыздар болады. Ол жерде андай эксклюзивті сәттер болды. Себебі құраманың бас бапкері Нұржан Асановқа микрофон іліп қойып, қалай болып жатыр, не болып жатыр, қандай заттар айтады дегенде эксклюзивті заттар түсірген едік. Соны қарап
қарап кетсеңіздер болады. Ал әзірше Махмуд Сабырхан Азия чемпионатының қола жүлдегері. Келесі жартылай финалдық жекпе-жек 65 келі салмақта орын алды. Ол жерде Ертуған Зейнуллинов әлем чемпионатының қола жүлдегері дәл осы жерге келіп Азия чемпионы болу деген мақсатпен келген еді. Және менің ойымша осы жерде қайтадан төрешілер қастандық жасады. Неге себебі? Бірінші раундта Ертуған таза бокс ұстап шықты. Ана жерде көп сәттерде анау қателеспесем Бинджангу Сири деген тайландтық боксшыға қарсы шықты да, және әр сәтте жауап беріп жүрді. Және анау жекпе-жек таза болған жоқ. Анау қарсыласы әрдайым құшақтап жүрді, тіпті күресте де бұлай көп құшақтамайтындай сәттер орын алғандай болды. Және де менің ойымша, және де бапкерлердің ойынша бұл жекпе-жекте Ертуған жеңіске жетуі керек еді, бірақ өкінішке орай бұлай бұрмалап жеңісті қарсыласына беріп жіберген болатын. Және мен бір затты түсінбегенім, бұл көбісі қазір хейт жазып жатқаны, Ертуғанды бекер апардық дегенде, бірақ сөз менің ойымша Ертуған керісінше, жекпе-жектері жақын өтеді, қандай да бір айқын басымдылық жоқ, нокауттар жоқ, хайлайттар жоқ, былай айтсақ, бірақ бұған қарамастан Ертуған соңғы 2025 және осы 26 жылдың басында боксшы ретінде жақсы прогресс көрсеткені барлығына мәлім деп ойлаймын. Және ары қарай жарыстардың бірінде, бәлкім әлем кубоктарында не бар, Таиланд Open деген жарыс бар, Голландия елінде өтетін жарыстар бар, соның бірінде қайтадан топ жарып шығуы әбден мүмкін. Және жартылай финалдық жекпе-жектерді жапқан Төрехан Сабырхан ағасы Махмудтың жеңілісінен кейін Төрехан қатты ызаланып шығып, қытайлық жігіттен біраз өшін алып алған болатын. Тіпті ана жерде біраз аяп кеткен еді. Бірінші раундта нокдаунға түсіріп, ары қарай үстіне мініп ұратындай сәттер орын алып жатыр да. Бірақ соның өзінде де менің ойымша Төрехан мінезі мықты жігіт, және осы мінезінің арқасында біраз жерге дейін баруы мүмкін. Ең қорқыныштысы бұл жерде осы мінезіне қандай да бір қауіп қатерге дейін апаруы мүмкін бе деген. Бәлкім қандай да бір заттар болып қалып, орын алып қалып, бәлкім не болып қалса деген сәттерден қорқасың. Бірақ дегенімен қазіргі сәтте сөзсіз Төрехан Сабырхан құраманың тіпті үздік боксшылардың бірі емес, жалпы былай келе үздік боксшы деп айтсам да болады. Бірақ осы Азия чемпионатында көзге түскен боксшылар көп, және солар туралы да айтып кетейік. Демекші, Төрехан Сабырханның қарсыласы иорданиялық жігіт болады, Ишаиш деген, оны өздеріңіз жақсы білесіздер. 71 келі салмақта Париж олимпиадасында Асланбек Шанбергеновпен жекпе-жекте бірінші жекпе-жегінен ұшып жіберген еді. Және бокс стилі өте ыңғайсыз, қалай ұрып атқаны түсініксіз да. Және ол бірінші нөмір темп беріп жүреді. Сондықтан Төреханның екінші нөмірмен қалай жұмыс жасап, керісінше қарымта шабуылда не деп жауап беретіні қызық болып отыр. Жалпы сіздердің ойыңызша Төрехан Сабырхан осы турнирді алтын жүлдемен аяқтай ма? Өз ойыңызға комментарий жазып кетсеңіздер болады. Бүгінгі, яғни 7 сәуір өтетін жартылай финалдық жекпе-жектерде 60 келі салмақтағы Оразбек Асылқұлов жекпе-жек өткізеді, әсіресе өзбекстандық боксшыға қарсы. Және осы жекпе-жек қалай болатыны маған қызықты, себебі басқа қарсыластарына қарағанда Оразбектің дене бітімі және бойы кішкентайлау, антропометриясы кішкентайлау, қарсыластары бойлары ұзын, тіпті мынау өзбекстандық жігіт біраз ұзындауда. Сол жекпе-жек қалай болатыны қызық болып отыр. Және бір жағынан Оразбек техникамен алып кетуі мүмкін да, бірақ бокста бұндай менің ойымша ойнамайды, себебі екі техникалық боксшы кездескен кезде кім физика жағынан мықтырақ, кімнің бойы ұзын, антропометриясы ұзын, сол әрдайым алып кетеді. Бірақ Оразбекке берілген мүмкіндікті жақсы қолданатын шығар деген ой бар, себебі қазіргі сәтте 60 келі салмақта түсініспеушіліктер өте көп. Сөзсіз 57 келі салмақта кезінде Оразбек Асылқұлов IBA-дің әлем чемпионы атанды, бірақ бұған қарамастан қазір көптеген жаңа есімдер қосылып жатыр. Сол баяғы Серік Теміржанов, Талғат Сырымбетов секілді боксшылардан бөлек Нұрсұлтан Алтынбек те қосылған еді. Ол дәл қазір Баку қаласында өтіп жатқан Ұлы Жібек жолы турнирінде өнер көрсетіп жүр. Және егер де осы жерде Оразбек Асылқұлов финалға шығып чемпион бола алмай қалса, қайтадан ішкі мясорубкадан өтетін ой бар секілді. Келесі 75 келі салмақтағы ол Сабыржан Ақылықов. Және мен Сабыржан Ақыловтың алғашқы жекпе-жегінен кейін не болғанын өз-көзіммен көріп, ана жерде Сабыржан кәдімгідей пақыр жігіт екені, еңбекқор жігіт екені көрініп тұр. Неге? Себебі жапондық жігітке қарсы шықты да, 3-ші раундта өзінің айтуынша аяқтары тұрып қалып жүрді, бәлкім дұрыс разминка жасамадым ба дегендей айтқан еді. Себебі соңғы кесірінен біраз соққы өткізіп алды. Және сол жекпе-жегінен кейін Александр Насибуллин деген бапкері
оған жүгіртік қойып, кросс жүгіртіп, разминка жасатып, қайтадан дене қыздыруына алып кеткен болатын, тағы да дайындалу керек. Бұл дұрыс емес. Тіпті жеңгеннің өзінде де, айқын басымдықпен жеңгеннің өзінде де тағы жұмыс жасау керек деген еді. Жалпы менің ойымша бұл чемпиондық менталитет, және осының арқасында Сабыржан Ақалов ұзаққа баруы мүмкін. Ең қызығы, ары қарай не болады? 75 келі салмақта қала ма, 80-ге толығымен көше ме? Қателеспесем, Аслан ағамның видеосында 80 келі салмаққа көшем деп айтқан еді, бірақ қашан көшеді? Келесі 2027 жылда ма, немесе де осы 26 жылға Азия ойындарына бірден 80-ге көшіп кете ме деген сұрақ пайда болып отыр. Жалпы сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды астыға комментарий жазып кетсеңіздер болады. Менің ойымша Ақаловқа 80 келі салмақ физика жағынан өте ауыр болады. 85 келі салмақтағы Нұрбек Оралбай туралы айтпас бұрын, алдымен бұған дейін жекпе-жек өткізген жігіттер туралы кетейін. 90 келі салмақтағы Сағындық Тоғанбай. Жалпы Сағындық 2024 жылға Азия чемпионы атанған еді. Сол кезде қателеспесем түркмендік жігітті біраз соғып ұрып алды. Сосын ары қарай қандай да бір регресс кеткен сияқты. 2025 жылды өзін дұрыс көрсете алмай қалды. Эйндховен капқа барып жеңілді. Одан бөлек қателеспесем Астанада өткен әлем кубогында есе жіберді. Одан соң Ливерпульдегі әлем чемпионатына есе жіберіп қалды да, ары қарай не болатыны түсініксіз болды. Тіпті IBA-дің әлем чемпионатына да бармай қалды да. Сол кезде Сакоға не болады деп ойланып жүрген кезде, дәл осындай Азия чемпионатына келіп, бірінші жекпе-жегінде ана жерде андай хай класс көрсетті, мастер класс, анау қарсыласына мүмкіндік қалдырмай, тіпті қарсыласы жабық блокқа түскеннің өзінде де блогын сындырып тастап, бам просто. Білмеймін, ана жерде бірақ эстетикалық кайф болады ғой, бой қарап отқандай ше. Сондай сәтті орын алды. Жалпы Сако, Сағындық. Мырзағали Айтжановтың балдарының барлық техника жағынан мүлде сұрақ жоқ. Қалай блок сындыратынынан, прессинг басатынына сөзсіз. Ары қарай не болатын қызық 90 келі салмақта, себебі қарсыласы қателеспесем өзбекстандық жігіт, өзбекстандық жігітпен қалай жекпе-жек өткізетіні маған қызық болып отыр. Себебі ол жерде барлығымыз білетіндей әлем чемпионы келмей қалған еді, және осы екінші, үшінші нөмірдің жігітімен Сағындық қалай бокс жасайтыны қызық болып отыр. Себебі бұған дейін өзбекстандық жігіттермен осы Қазақстан-Өзбекстан дербиінде Сағындық өкінішке орай жеңіліп жүрді. Құраманың капитаны Айбек Оралбай осы жерде рекорд қайталауы мүмкін. Қандай рекорд десеңіздер, бұл Василий Левит деген ағамыз осы Қазақстаннан шыққан ең бірінші үш дүркін Азия чемпионы, және ұзақ уақыт бойы осы статус қалған еді, және осы жерге Айбек Оралбай дәл осы мақсатпен келген еді. Себебі оның айтуынша өзі үш дүркін Азия чемпионы болған қазақ болғысы келеді, ал кейін осы рекордты жаңартқаннан бөлек осы рекордты бұзып, жаңа рекорд қойып, 4 дүркін Азия чемпионы болуы да әбден мүмкін шығар. Жалпы капитанның жекпе-жегі маған ұнады. Оған қарсы өзіміздің этникалық қазақ Өзбекстан құрамасынан өнер көрсететін Арман Маханов болды да. Ана жерде сәл қорқыныш болды, себебі Нұрбек бұған дейін, Айбек бұған дейін жекпе-жек өткізбеді де, бірден ширек финалдан бастады. Ал оның қарсыласы Арман Маханов мына Монғолияның қазаққа қарсы шықты да, бірінші жекпе-жек өткізіп, рингті сезініп алды. Және осы жекпе-жек қалай болады екен, әсіресе өзбекстандық жігітке қарсы дегенде, Айбек барлық сұрақтарға өзінің рингтегі жасаған сатымен жауап берді. Және менің ойымша құраманың капитаны чемпион болуы мүмкін. Ең андай қорқатын сәттері жарақаты болып қалуы мүмкін бе, себебі өзбекстандық жігітке қарсы шыққан кезде бастарымен түйісіп қалып андай гематома шығып кетті, және сол гематома кейінгі жекпе-жектерде өзінің әсерін бере ме деген бір қорқыныш бар. Сондықтан барлығы жақсы болса, жалпы чемпион болуы әбден мүмкін. Және соңғысы бұл 85 келі салмақтағы Нұрбек Оралбай. Нұрбек бірден жеребенің арқасында жартылай финалға шықты, және жартылай финалдық жекпе-жегінде өзінің қарсыласын біліп отыр, қалай жекпе-жек өткені түсінікті болып тұрған секілді. Бірақ соның өзінде де Нұрбек өзінің күйінде емес сияқты, бәлкім физикалық формасына кіре алмай жүрген ба, немесе де қандай да психологиялық, моральдық проблемалары бар ма, себебі жаңа көріп қалған кезде қолында сәл инфекция кеткендей, немесе де бұл салқыннан реакция ма, немесе де қатты дайындалып қалғанда ма, сондай бір сәттер орын алып жатыр. Жалпы Нұрбекке не дейміз? Нұрбекке біз көп хейт атамыз, әсіресе Париж олимпиадасынан кейін не болып кетті Нұрбекке? Жұлдыз ауруына шалдықты ма? Кейін әлем чемпионатында не болды? Әлем кубогында не болды? Ұзақ уақыт бойы өнер
көрсетпей жүрді, бірақ кейін Ланусиядағы турнирде маған мысалға Нұрбек ұнады. Қалай жекпе өткізгені, не істегені, иә сөзсіз ол жердегі қарсыластардың деңгейіне сұрақ бар, бірақ соның өзінде де осы Азия чемпионатында біраз жақсы қызық сәттер жасайтын секілді деп ойлаймын. Жалпы Нұрбек пен Айбектің бапкері Асқар Еркебаев ағайымыз өте мінезді, характерлі жігіт, және Нұрбекті айға қалып кеткен Нұрбекті қайтадан алып келіп, Нұрбек осы жеңу керек, давай настрой беремін деп, настроймен жақсы шығып алып кетуі мүмкін шығар. Жалпы және ең қызық заттардың бірі, біз осы Азия чемпионатында ойладық, Қазақстан немесе Өзбекстан осы елдің арасында кімдер жалпы командалық бірінші орынды алып кетеді деп, бірақ кейін Өзбекстан құрамасы екінші составды алып келген кезде тіпті біздің Қазақстан бірінші орын алатын шығар деген ойға ойлап жатқан кезде мына жақтан индустар деп үнді құрамы шығып кетіп біраз қызық жекпе-жектер алып келді. Сондықтан ақыр соңында не болатыны қызық болып отыр. Сондықтан міндетті түрде арнамызға тіркеліп осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.